Сандарды бөлудің оңай тәсілі. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ, алдымен 6 дөңгелекті тігінен салып аламыз. Одан кейін нешеге бөлеміз? Мысалы, 3-ке бөлетін болсақ, демек 3 сызық қоршау көлденеңінен сызамыз. Яғни бөлгіш бізде 3, демек 3 рет бөлеміз сары қоршаумен. Демек әр қатарда 2 дөңгелектен бар. Олай болса 6-ны 3-ке бөлгенде 2. Немесе тағы бір басқаша жолы, яғни 6-ны 3-ке бөлетін болсақ, алдымен 6 дөңгелекті тігінен салып аламыз. Одан кейін әр дөңгелекке сандарын жазып қоюға 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 екенін білдіртіп. Одан кейін тігінен 3-3-тен қоршауға болады. Бір қоршауға 3-еуін, келесі бір қоршауға 3-еуін бөлек саламыз. 4 бұрышпен қоршаймыз. Демек, барлық сыртқы тік 4 бұрышты қоршаулардың саны 2. Олай болса, бұл жерде дөңгелектер, бұл бөлінгіш, мұндағы бөлгіш 3, мінекей. Немесе бұлай тігінен мынадан да көрсетуге болады. Одан кейін мына бөліндінің мәні бұл қоршаудың сызығы. Ал мұнда мына көлденеңінен қатардағы әр қатардағы бірдей дөңгелектер. Яғни 2-ден. Мұнда да 2, мұнда да 2. Мұнда бір таңбалы сан болса, енді мұнда 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ, тігінен 4-4-тен саламыз. Яғни бөлгіш 4. 4 дөңгелек, 4 дөңгелек. Барлығы 12 бөлінгіш. Енді 4 бөлгішті, яғни әр 4 бөлгішті бір-бірден қоршап шығамыз. 4 бұрышты сарғыш қоршау мінекей. 4-4-тен қоршаған кезде барлық қоршаулардың саны сарғыш. 1 қоршау, 2, 3 қоршау. Олай болса 12-ні 4-ке бөлгенде бөліндінің мәні 3-ке тең. Енді қалдық сан шығатында етіп сандарды мысал ретінде аламыз. 14-ті 5-ке бөлу. Алдымен дөңгелектердің 14-ін салып шығамыз. Дөңгелектерді тігінен де салуға болады, немесе көлденеңінен де салып шығуға болады. Яғни 5-5-тен. Себебі 14-ті 5-ке бөлеміз. Бізде бөлгіш 5-еу. 5-5-тен соңғысы міне 4-еуден келіп тұр. Біреуі жетпейді. Яғни қалдық сан шығады бұл жерде. Енді әрбір бөлгіш 5 дөңгелекті бір қоршауға саламыз. Сары қоршауға. 1 қоршау, 2 қоршау. Демек 2 бүтін сан және 1, 2, 3, 4. 4 қалдық. 14-ті 5-ке бөлгенде 4 қалдық. Енді 12-ні 3-ке бөлу. Алдымен 12-ні 3-ке бөлу үшін 12 дөңгелек салып аламыз. Бөлінгіш 12 дөңгелек. Тігінен салып аламыз. Көлденеңінен де салуға болады. Әйтеуір 12 болу керек. Енді бізде бөлгіш 3. Олай болса 1 қоршаудың ішіне 3 дөңгелекті қоршаймыз сары қоршаумен. 3-3-тен қоршап шығамыз. Енді қоршауларымыз санаймыз. 1 қоршау, 2, 3, 4 қоршау. Олай болса 4 қоршау немесе 4 бөлік деуге де болады. 12-ні 3-ке бөлгенде тең 4. Сандарды бөлудің осы тәсілінде біз бөлетін санымыз, яғни бөлінгіш тігінен дөңгелектермен белгілейміз алдымен, немесе көлденеңінен де белгілеуге болады. Одан кейін бөлгішімізді қоршаймыз. Бөлгіш екінші тұрған сан. Одан кейін бөліндінің мәнін табу үшін сол қоршаулардың барлығын санаймыз. Дөңгелектердің барлығы бірігіп бір қоршаудың ішінде тұрады. Сол сары қоршауларды санап шығамыз. Сол кезде бізде бөліндінің мәні табылады. Балалар, бөлудің бұл тәсілі
Бұнда біз дөңгелектер саламыз, одан кейін оны қоршаймыз және қоршауды санаймыз. Егер көп таңбалы сандар болса, онда көп дөңгелектерді қоршап отыруымызға тура келеді.